Мен Байсеркеева Ғалия Банум Сатыбалдықызы, Алматы облысы Ұйғыр ауданы Тасқарасу орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Қазақ тілі мен әдебиеті 11 сынып, 10 бөлім. Жаһандық мәселелер, көші-қон саясаты. Қабдеш Жұмаділов қаздар қайтып барады. Сабақтың тақырыбы Қабдеш Жұмаділов қаламгер. Сабақтың мақсаты ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау. Айтылым, жазылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Қазіргі кезде кітап оқитын адамдар саны күрт төмендеп кетті. Қалай ойлайсың? Мұның себебі неде? Өзіңнің көркем шығармаға қоятын талабыңды жазып, диаграмманы толтыр. Жазылым. Бірінші тапсырма. Қазіргі кезде кітап оқитын адамдар саны күрт төмендеп кетті. Қалай ойлайсың? Мұның себебі неде? Өзіңнің көркем шығармаға қоятын талабыңды жазып, диаграмманы толтыр. Жауабымызды тексереміз. Телефонға тәуелділік, ғаламторға қызығушылық, кітапханаға байланыстың жоқтығы, ортаның әсері, насихаттың төмендеуі, құштарлықтың оянбауы, ата-ананың ықпалының жоқтығы. Тыңдалым. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңда. 7-8 сабақ. Екінші тапсырма. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген. Ауылда бастауыш білім алып, кейін Шәуешек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. Алайда, университеттің екінші курсынан кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958-1962 жылдар аралығында Қытайда қуғын сүргінге ұшырайды. 1962 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен бірге атамекенге қайтып оралып, Қазақ мемлекеттік университетіндегі аяқталмай қалған оқуын қайта жалғап, 1965 жылы бітіріп шықты. Қазақ әдебиеті газетінде, жазушы баспасында, мемлекеттік баспалар комитетінде жауапты қызметтер атқарды. 1981 жылдан бірыңғай шығармашылық жұмыста. Үшінші тапсырма. Тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мәтінде кім туралы айтылған? Кейіпкердің мамандығы қандай? Мәтінде қандай сан есімдер қолданылған? Мәтінде қандай күрделі сөздер кездеседі? Тыңдалған мәтін қай стильге жатады? Жазылым. Төртінші тапсырма. Тыңдалған мәтін бойынша жазушының атынан шағын өмірбаян мәтін жаз. Оқылым. Бесінші тапсырма. Мәтінді оқы. Жазушы Қабдеш Жұмаділовтің әдеби қызметі Шәуешек гимназиясында оқып жүргенде басталған. 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңдері жарық көрді. Жамал атты тырнақалды әңгімесі 1956 жылы Шұғыла журналында басылды. Жастық шақта жазылған өлеңдері 1967 жылы Жас дәурен деген атпен жеке жинақ болып шықты. Осыған дейін жазушы бірыңғай проза жазуға ойысқан. Қаздар қайтып барады атты алғашқы әңгімелер жинағы 1968 жылы, Көкейкесті романы 1969 жылы жарық көрді. Содан бері жазушы қаламынан көптеген әңгіме, хикаяттар, 10 шақты роман туды. Романдарының дені тарихи тақырыпқа арналған. Оның 2 кітаптан тұратын Соңғы кеш, Атамекен, Тағдыр романдарында Шыңжаң қазақтарының өмірі туралы жазылған. Соңғы көш диалогиясына 1983 жылы Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлық, Тағдыр романына 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Қос томды Дарабоз романдары тарихи тақырыпқа, Саржайлау, Сәйгүліктер, Бір қаланың тұрғындары, Бір топ тораңғы атты шығармалары бүгінгі заман тақырыбына арналса, Қылкөпір романы мен соңғы жылдардағы жазылған бір топ әңгімелерінде
тәуелсіздіктен кейінгі өтпелі дәуірдің шындығы көрініс тапқан. Жазушы таңғажайып дүние атты ғұмырнаманың романында өзі өмір сүрген орта мен замандастар жайында сыр шертеді. Көкейкесті, соңғы көш, атамекен, дарабоз романдары мен хикаяттар топтамасы орыс тілінде аударылып басылған. Жекелеген әңгіме хикаяттары қырғыз, өзбек, ұйғыр, украин, белорус, грузин тілдерінде, соңғы көш романы түрік тілінде жарық көрді. Бүгінге дейін 30-ға тарта кітабы шықты. Негізгі еңбектері 2003-2004 жылдары Қазығұрт баспасынан шыққан. 12 томдық шығармалар жинағына топтастырылған «Мәңгілік Майдан» кітабы жарық көрген. Қабдеш Жұмаділов медальдармен, Қазақ ССР жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталды. 1998 жылы Қазақстанның халық жазушысы деген атақ берілді. Ол кісі Парасат орденінің иегері. Жазушы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай, Ұржар және Аягөз аудандарының құрметті азаматы. Жазылым. 6-шы тапсырма. Мәтіндегі күрделі сөздерді тап. Орыс тіліндегі баламасын жаз. Жазып болған болсақ, балалар, жауабымызды тексереміз. Тырнақалды. Самый первый. Қылкөпір. Мост. Бірыңғай. Единый. Таңғажайып. Удивительный. Кері байланыс. Энзер тақтасы бойынша балалар кері байланыс жасаймыз. Білемін, білдім, білгім келеді, сұрақтарым бар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.